Сенат спикері Мәулен Әшімбаевтың төрағалығымен палата отырысы өтті. Сенаторлар төтенше жағдайлар және дүлей зілзалалардың қауіп-қатерін азайту жөніндегі орталықпен келісімді ратификациялау туралы мәселені қарады. Палата отырысын ашқан Мәулен Әшімбаев мемлекет басшысы белгілеп берген міндеттерді орындау аясында жаңарған парламент жұмысының негізгі басымдықтарына тоқталды. Сенат төрағасы сонымен қатар заң шығару қызметінде жаңа тәсілдерді қолданудың және мүдделі органдармен, сарапшылармен, өңірлердегі белсенді азаматтармен тығыз байланыс орнатудың маңыздылығына тоқталды. Палата спикерінің мәлімдеуінше, мұндай жұмыс форматы әзірленіп жатқан құжаттарды жан-жақты талдауға және олардың сапасын арттыруға ықпал етеді. Заңдарды қарау кезінде талқылау процестерін барынша ашық, инклюзивті, жария түрде өткізуіміз керек. Бұл қадам парламенттің ашықтығын арттыруға септігін тигізетіні сөзсіз. Президентіміздің бастамаларын сапалы әрі уақытылы жүзеге асыру үшін мәжіліспен, үкіметпен, сарапшылармен және басқа да мүдделес тараптармен бірлесіп жұмыс істейміз. Сондай-ақ өңірлерге барып, халықпен кездескен кезде көтерілген мәселелер елдің мұқтажы палатаның жұмысына негіз болуы қажет. Отырыс барысында сенаторлар төтенше жағдайлар және дүлей зілзалалардың қауіп-қатерін азайту жөніндегі орталықпен келісімді ратификациялау туралы заңды қарап мақұлдады. Келісім төтенше жағдайлар саласындағы ынтымақтастықты жүзеге асыру үшін құрылған арнайы орталықтың қызметін реттеуге бағытталған. Нақты айтқанда, бұл құжат халықаралық ұйымның Қазақстан аумағындағы қызмет шарттарын айқындайды. Заңды талқылау кезінде аталған келісім төтенше жағдайлардың алдын алуға және осы бағыттағы халықаралық ынтымақтастықты нығайтуға оң әсерін тигізуі керектігі айтылды. Осы келісім 2022 жылғы 17 маусымда Қазақстан Республикасының астанасында жасалған. Аталған келісім Қазақстан Республикасының үкіметі мен Қырғыз Республикасының үкіметі арасындағы 2013 жылғы 17 мамырдағы төтенше жағдайларды және апаттар қаупін төмендету орталығын құру туралы келісімнің 6 бабын іске асыру үшін жасалды.